Әтір мен күйген машина майының өткір иісі оның жадынан көктемгі жұпар гүлдің хош иісін бір жола ығыстырып шығарған еді. Айгүл 1981 жылдың сол бір ызғарлы таңын есіне алған сайын өзін кешіре алмай қиналатын. Сол күні күйеуін зауыттағы қосымша жұмысқа жібермей, есіктің алдында тұрып алғанда, май сіңген жұмыс қолғабын жасырып қойғанда, немесе ауырып қалғандай кейіп танытқанда, Ержан үйден шықпас еді. Енді олардың қысқа ғана бақытынан шетелден әкелінген ыдыс-аяқ шкафының әйнегінің ар жағында тұрған ақ-қара сурет қана қалған. Иә, тағы да қабырғасының астында бүлкілдеп жатқан жарық дүниеге шығуды тағатсыздана күткен сәби ғана бар еді. Тыныш құлыным, әлі ерте, деп сыбырлады Айгүл белін уқалап. Сол сәтте жел тағы да ұйтқып соғып, ағаш терезенің көмескі әйнегіне жаңбыр тамшылары тарсылдай соғылды. Сол жылы Ақбұлақ қаласының қазан айы қатал келген еді. Солтүстіктен соққан азынаған жел сарғайып қураған жапырақтардың соңғысын жұлып әкетіп, ой шұңқыры көп асфальттың үстімен газет қиындыларын домалатып, көшедегі жұртты күртешелерінің жағасына тығыла түсуге мәжбүрлейді. Кенет төбедегі күңгірт шам әлсіз жыбылықтады. Қызған сымып бір сәт сарғыш сәуле шығып барып, бір жолата сөніп қалды. Бөлмені қараңғылық басты. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Көлеңке кз арнасына қош келдіңіздер. Әңгімені бастамас бұрын арнаға жазылып қолдау көрсетіп кетіңіздер. Ал енді әңгімені соңына дейін бірге тыңдайық. Дәліз жақтан қаңғып жүрген мамық мысықтың назары мяулаған даусы естілді. Дәл сол мезетте толғақ тағы қысып келді. Ішінің төменгі жағын тіліп өткендей, өткір ауырсыну әйелді екі бүктетіп жіберді. Айгүл ескі жұмсақ диванның қалың матасын саусақтарымен мыжғылай ұстап, тар бөлменің қапырық ауасын деміне зорға тартып тұрды. Танауына ескі шаң мен дымқыл ит жүнінің иісі келді. Орындықтың астынан бір ай бұрын паналатқан жүндес аула иті Таймас шығып, тізесіне дымқыл тұмсығын тигізді де, қараңғылыққа қарап күңірене ырылдады. Бәрі жақсы, Таймас, деді Айгүлдің дірілдеген даусы әрең шығып. Жарық өшіп қалды. Қосалқы электр бекетінде тағы да бір ақау болған шығар. Енді сіріңке табу керек еді. Қалың ағаш қаптамадан жасалған кішкентай сіріңке қорабы ас үйдегі үстелдің үстінде, жартылай ішілген айран бөтелкесінің жанында жатқан. Ауырсынудың жаңа толқынын әрең жеңіп, Айгүл баяу орнынан көтерілді. Қараңғылықта күнде көріп жүрген жиһаздардың өзі қорқынышты болып көрінді. Ол қолымен орындықтың суық арқалығын сипалап тауып, ауыр қадам жасады. Аяғының астындағы еден ескі қайықтың палубасындай теңселіп кеткендей болды. Екі қабатты ескі баракта ешқашан телефон болмаған. Ең жақын қоғамдық телефон 3 көше әріректегі азық-түлік дүкенінің бұрышында ілулі тұратын. Фланель халатының қалтасындағы 2 тиын сыңғыр етіп өзінің пайдасыз екенін еске салды. Мұндай боранды түнде ешбір көрші көмек сұраған дауысты ести қоймас еді. Қабырғаның ар жағында құлағы ауырлау Зере апа тұратын. Ал төменгі қабаттағы пәтер инженердің отбасы көшіп келгеннен бері бос тұрған. Ауырсыну баяу ғана басылып, маңдайы мен самайында жабысқақ тер қалдырды. Айгүл клёнка төселген стөлге жетіп, бұдырлы сіріңке қорабын тауып алды да бір талын тұтатты. Кішкентай сары жалын қараңғылықтан қырлы стаканды, шойын табаны және шүмегі сынған сырлы шәйнекті жарыққа шығарды. Әйел былтыр шаруашылық дүкенінен 500 теңгеге алған жуан майшамды жақты. Бөлмені еріген балауыздың иісі мен қабырғада билеген көлеңкелер кернеді. Әлі ерте ғой, тағы бір ай жүруім керек еді, деген үрейлі ой самайында тоқтаусыз соғып тұрды. Бірақ табиғат өз дегенін істейтін. Іші тас болып қатып, толғақ жиілей түсті. Айгүл құшағын айқастыра ұстап, орындыққа жайлап отырды. Денсаулық туралы журналдардан алғашқы босану ұзаққа созылатынын оқыған еді. Бірақ онда неге ауырсыну соншалықты тез күшейіп барады? Кенет Таймас күңірене ырылдап дәліз жаққа бұрылды. Желкесіндегі жүні тікірейіп кеткен.
Терезе сыртындағы желдің гуілінің арасынан Айгүл металл сықырлаған дыбысты анық естіді. Біреу кіреберіс есіктің құлпысын ашуға тырысып жатыр еді. Ұры ма? Зауыт жұмысшысының жесірі тұратын жұпыны пәтерге кімнің көзі түсті екен? Мұнда ескі радио қабылдағыштан және 2-3 хрусталь ыдыстан басқа алар ештеңе жоқ қой. Айгүлдің тынысы тарылып қалды. Ол бар екенін білдіріп қоймау үшін қимылсыз қатып отырды. Тек құлып шыдаса болды. Соңғы кезде ол жиі кептеліп қалатын. Ержан майлап беремін деп жүрген. Сол сәтте құрғақ шығып кеткен дыбыс естілді. Тып-тыныш үй ішінде ол тапанша атылғандай қатты шықты. Есіктің топсалары баяу сықырлады. Дәлізден дымқылдықтың, шіріген жапырақтың және арзан темекінің өткір иісі келді. Ауыр аяқ дыбыстары асүйге қарай беттеді. Таймас қырылдай үріп, шақырылмаған қонақтың жолын кесті. «Тоқта бәлем!» деген жуан ер адамның даусы шықты. Есіктің аузында еңселі біреу көрінді. Майшамның әлсіз жарығы жаңбырға малшынған қалың күртешені әрең шалып тұрды. Тозған линолеумға лай іздерін қалдырған дөрекі етік көзге түсті. Бейтаныс адам қолындағы темір сүйменді қыса ұстап, ауыр тыныстап тұр еді. Айгүл айғайлап көмек шақырмақ болды. Бірақ тамағын қорқыныш қысып, даусы шықпай қалды. Үні кеудесінде тұншығып, әлсіз ыңырсыған дыбысқа айналды. Дәл осы сәтте толғақ бұрынғыдан бетер қысып, әйел еріксіз ыңырсып, орындықтан сырғып түсіп, мұздай еденге отыра кетті. Бейтаныс адам селк етіп қолындағы темірді түсіріп алды. Темір тақтайша ағаш ернеуге тарс етіп соғылды. Ол қалтасынан сіріңке алып, алға бір қадам жасады. «Әй, үй иесі, саған не болды?» деді қарлығыңқы дауыспен сіріңкені тұтатып. Жалын оның жүзін жарқ қылды. Бет сүйектері шығыңқы, қара шашты, көзі сәл қысыңқы. Ал сол жақ қасының үстінде көзге әрең шалынатын кішкентай тыртығы бар екен. Айгүл басын кілт көтергенде бөлмедегі уақыт тоқтап қалғандай болды. Қабырғалар теңселіп кеткендей көрінді. Ауа қоюланып, дем алудың өзі қиындап кетті. Оның қарсы алдында осыдан 8 ай бұрын қалалық қорымның тоң боп қатқан топырағына жерленген марқұм күйеуі Ержан тұрғандай еді. Қастарының пішіні де, еріндерінің сызығы да, иегіндегі кішкентай шұңқыры да айнымайтын. Тек жанары ғана бөтен болатын. Бұрынғыдай емес, үрей мен қаталдық араласқан, бұрышқа қамалған қасқырдың көзіндей суық еді. «Мен өліп қалған екенмін» деген жұбанышқа ұқсас ой көмескіленіп бара жатқан санасының түпкірінен жылт етті. Ауырсынуға шыдай алмай жан тапсырдым. «Ержан!» деп сыбырлады Айгүл, ернін әрең қимылдатып. Сол сәтте аяғының астындағы тірек жоғалып кеткендей болды. Қараңғылық оны түгел жұтып қойып, сырттағы дауылдың гуілін де, ішін қарып бара жатқан ауырсынуды да өшіріп жіберді. Ол біреудің құлағын қатты ысқылап, бетінен жеңіл қағып жатқанын сезіп барып көзін ашты. Әлгі қолдардан топырақ пен машина майының иісі аңқып тұрды. Дәл сол иіс оның ең қорқынышты түстерінде үнемі кездесетін. «Жаным, көзіңді аш, қазір есіңнен танып жататын уақыт емес» деген талапшыл дауыс дәл құлағының түбінен естілді. Айгүл ауа жетпей қалған адамдай демін күрт ішіне тартып, көзін ашып жіберді. Үстіне төне қарап тұрған әлгі адам сол күйінде екен. Ол әйелді диванға көтеріп әкелген сияқты. Қазір кең иығымен майшамның жарығын көлегейлеп тұр. Таймаста қасында сақтана дем алып жатқанымен бұрынғыдай үрмей қалған. «Сіз кімсіз?» деді Айгүл әрең сөйлеп. Тілі аузына сыймай ауыр қимылдады. Сол мезетте толғақ тағы қысып, денесін доғадай иіп жіберді. «Көмектесіңізші, бала!» Бейтаныс адам тістеніп қойды. «Қап, мына жағдайың қиын екен. Сені перзентханаға жеткізу керек. Телефон қайда?» «Жоқ телефон», деді Айгүл диванның тісін тырнағымен мыжғылап. «Көшедегі телефон ғана бар. Сыртта жаңбыр». Ер адам тік көтеріліп, суланған шашын кейін қайырды. Ол бөлмені ары-бері кезіп жүрді. Торға қамалған жыртқышқа ұқсайтын. Күртешесінен сорғалап су ескі кілемге қара дақ болып тамып жатты.
Мен жедел жәрдем шақыра алмаймын, түсінесің бе? Менің тәртіп сақшыларына көрінуіме болмайды. Оның үстіне телефонға жеткенше, олар мына батпақта, осында жеткенше біраз уақыт кетеді. Ол кенет ыдыс-аяқ шкафының жанында тоқтап қалды. Кездейсоқ көзі Ержанның ақ-қара суретіне түскен еді. Әлденеден шошып кеткендей қатып қалды. Баяу ғана қолын созып суреттің әйнегіне тигізді. «Мынау не сұмдық?» деп күбірледі ол суретке. Сосын ауырсынудан бүктетіліп жатқан әйелге таңырқай қарап: «Менің суретім сенде қайдан жүр?» «Тоқтай тұр, мына киім менікі емес. Мен өмірімде галстук тағып көрген адам емеспін». Айгүл жауап бере алмады. Оның бүкіл әлемі ішіндегі толассыз соққан ауырсынуға ғана айналып кеткен еді. Дем алысы жиілеп, үзік-үзік ыңырсуға ұласты. Әлгі адам суреттен көзін жұлып алып, үстіндегі малмандай су күртешесін еденге тастады. Фланель жейдемен ғана қалып диванға жақындады да жеңін түріп жіберді. «Сен мені мұқият тыңда», деді ол бұрынғы абыржуынан еш белгі қалмаған нық дауыспен. «Мені жұрт Мара дейді. Мен сенің Ержаның емеспін. Бұл дүниеде елестеген болмайды. Тек екеуміздің түріміз ғана ұқсас шығар. Мен саған емес, сенің көршіңе, екінші қабаттағы біреуге бара жатқанмын. Берешегімді алмақ едім. Есіктерді шатастырып кіріп кеттім. Енді сен күшіңді жина. Таза жаймалар қайда? Қайнаған суда керек. Қайшы мен жіп те керек. Шкафтың төменгі сөресінде», деп әрең жауап берді Айгүл. Ол бұл адамның даусындағы сенімділікке таң қалып отыр еді. Әлгі үрейлі, қабағы қату адамнан қорқу сезімі оның батыл қимылдарының алдында өзінен өзі сейіле бастаған. Мара ескі киім шкафына жүгіріп барып, үтіктелген ақ жаймалардың бір бумасын суырып алды. Артынша ас үйде ыдыс-аяқ сылдырлап, газ плитасының оты жанды. Су аққан дыбыс пен темірдің сыңғыры Айгүлге біртүрлі тыныштық сыйлады. Кеше ғана үрей туғызған бұл қашқын адам қазір оның жалғыз үмітіне айналған еді. «Терең демал», деп бұйырды Мара бөлмеге ыстық су құйылған леген мен таза сүлгілерді көтеріп кіріп. «Мен дәрігер емеспін, бірақ ауылда бірнеше рет сиыр бұзаулатқанмын. Қолымыздан келеді. Тек қатты айғайлама, көршілерді шошытасың». Уақыттың өзі жоғалып кеткендей болды. Бәрі толғақтың, ауыр тыныстың және Мараның қарлығыңқы бұйрықтарының тізбегіне айналды. Майшамның дірілдеген жарығында оның жүзі қоладан құйылған мүсіндей көрінетін. Ол асықпай, бірақ өте дәл әрекет етті. Айгүлдің есінен танып кетуіне жол бермеді. Ауырсыну сәл бәсеңдеген сирек сәттерге әйел оның жүзіне қайта-қайта қарайтын. Көздерінің қиығы да, қиналған кезде ернін қыса қисайтатын әдеті де Ержаннан аумайтын. Мұндай ұқсастыққа ақыл сенуден бас тартатын. «Күшен», деп дауыстады кенет Мара. «Кәне қызым, аз ғана қалды. Баланың басы көрінді». Айгүл бойындағы соңғы күшін жинап, диванның шетінен қос қолдап ұстай алды. Айғай тамағына кеп тіреліп қалды. Кеудесін көзге көрінбейтін шеңбер қысып тұрғандай еді. Тағы бір жан ұшыра күшенгенде ішіндегі керіліп тұрған серппе кенет үзіліп кеткендей болды. Сол мезетте бөлмені нәрестенің жіңішке, бірақ анық жылаған дауысы кернеді. Мара ауыр дем шығарып, диванның алдына тізерлей отырды. Оның үлкен әрі дөрекі қолдарының арасында жаңа өмірдің кішкентай қызыл шырағы бұлқынып жатты. Ер адам сәбиді таза жөргекпен мұқият сүртіп, қайнатылған қайшы мен кіндік бауын кесіп, жіппен байлады. «Ол бала», деді ол ерекше тебіреніспен. Даусынан шынайы қуаныш сезілді. Сосын жаңа туған нәрестені жылы көрпеге орап, анасының кеудесіне жатқызды. Нағыз батыр болады. Айгүл ыстық денелі сәбиін бауырына қысып үнсіз жылады. Жаңа туған баланың иісі темекі мен жаңбырдың иісіне араласып кеткен еді. Ол үстіне еңкейіп тұрған адамға қарап, алғыс айтатын сөз таба алмады. Терезе сыртында таңның алғашқы жарығы білініп келе жатты. Дауыл да басылып, тек шатырдан тамған тамшылардың бір қалыпты тырсылы ғана естіледі.
Мара орнынан тұрып қолын сүлгіге сүртті. Таң алдындағы бозамық жарықта оның сұлбасы бұрынғыдан да еңселі көрінді. Ол терезеге барып, жұқа шыт перденің шетін ақырын ғана ысырып қойды. Таң атып келеді. Енді менің кетуім керек, үй иесі. Аула тазалаушылар шығып үлгірмей тұрғанда бұл жерден жоғалайын, деді ол. Тоқтай тұр, деп Айгүл шынтағына сүйеніп көтерілді. Сен кімсің өзі? Болат Сейітовтен не үшін кек алмақ болдың? Ол жоғары қабатта тұрады. Нөмірі 4-ші автокәсіпорындағы қойма меңгерушісі болып істейтін Дәулетті Болат Сейітовтің аты аталғанда Мараттың жүзі тыржиып кетті. Бет сүйегінің тұсындағы бұлшық еттері жиырылып шыға келді. Ұзақ әңгіме. Айгүл, лас әңгіме. Сенің Болатың мені соттатып жіберді. Үлкен жетіспеушілікті менің мойныма іліп қойды. Мемлекеттің мүлкін ұрлады деп айыптады. Дөңгелек, қосалқы бөлшек, аккумуляторлардың бәрін менің үстіме аударды. Мен, ол және Қайрат үшеуміз бір жерде жұмыс істедік. Мен жүргізуші болдым. Олар қоймада отырды. Тексеру келгенде Болат барлық кінәні маған жауып, құжаттарды қолдан жасап шыққан. Ешкім күмәнданбайтындай етіп дайындаған. Қайрат куәлік беріп кетті. Қорқып қалды. Ал мені 10 жылға соттамақ болды. Ол стөлге барып қалтасынан мыжылған темекі қорабын шығарды. Бірақ шылым тұтатпады. Саусақтарының арасында біраз айналдырып ұстап тұрды да қайтадан қалтасына салып қойды. 3 күн бұрын күзеттен қашып кеттім. Әупірімдеп аман қалдым. Батпақтың ішінде адасып жүрдім. Болат деген арамзаны тауып, шындықты айтқызамын деп ойлағанмын. Бар кінәсін мойындатпақ едім. Ол бесікте тыныш ұйықтап жатқан сәбиге көз тастады. Бірақ енді оған зауқым соқпай тұр. Айгүл оның сөздерін демін ішіне тартып тыңдап отырды. Әрбір сөзі самайында жаңғырып тұрғандай еді. Ол Болат Сейітовті жақсы танитын, үнемі тап-таза киініп жүретін, сырттай сыпайы көрінгенімен көзі арам ойдан арылмайтын адам болатын. Ержан қайтыс болғаннан кейін бірнеше рет көмектесемін деген сылтаумен келіп, Айгүлге жағымсыз көзқараспен қарағаны есінде. Үстінен әрдайым қымбат әтірдің иісі аңқып тұратын. Суретті көргенде таңғалғаныңды байқадым, деді Айгүл жайғана. Менің Ержаным балалар үйінде өскен. Әке-шешесін мүлде білмейтін. Өзін 1952 жылы қыста балалар үйінің қақпасының алдында тастап кеткенін айтатын. Марат жалт бұрылды. Оның қара көздерінде түнгі дауылдан да қатты толқын тұрғандай еді. 52 жыл ма? Деп сұрады ол, әр сөзін бөліп айтып. Мен де сол жылы туғанмын. Анамның айтуынша, менің егіз бауырым бар екен. Екеуміз бір күнде дүниеге келіппіз. Бірақ ол әлсіз болып туылып, 3-ші күні шетінеп кетіпті. Анам қатты қайғырғандықтан кейін бала көтермеген. Әкемді де дұрыс білмеймін. Бізді тастап кетіп қалған. Бөлмені ауыр үнсіздік басты. Тек қабырғадағы ескі сағаттың тықылы ғана уақыттың өтіп жатқанын білдіріп тұрды. Марат тағы да Ержанның суретіне үңілді. Сосын Айгүлге, оның құшағындағы балаға қарады. Сонда менің бауырым тірі болған екен ғой. Ал мен өмір бойы бір нәрсем жетіспейтіндей күй кешіппін. Жарты жан секілді өмір сүрдім. Бір маңызды нәрсені жоғалтып алғандай болатынмын. Сөйтсем, оны тапқан сәтімде ол әлде қашан жер қойнына тапсырылып қойылыпты. Ол тамағына тығылған өксікті әрең жұтып, жүзін басқа жаққа бұрды. Жарайды Айгүл, мұнда көп бөгелуге болмайды. Жергілікті учаскелік полицей мені танымайды. Бірақ іздеу қағаздары ауданның бәріне таралып кеткен шығар. Қазір көшедегі телефонға барып, жасырын түрде жедел жәрдем шақырамын. Әйел босанып қалды деп айтамын да, өзім орманға кетемін. Біраз уақыт көзден таса жүруім керек. Мұндай суықта қайда барасың? Деді Айгүл алға еңкейіп. Оның жүрегінде осы бейтаныс, бірақ жақын адамға деген аяныш пен жауапкершілік сезімі оянған еді. Киімдерінде су болып тұр. Ол көз қиығымен ескі шкафты көрсетті. Төменгі тартпаны аш. Ержанның киімдері жатыр.
қалың жүн жемпірі, жылы шалбары, мақталы жұмыс күртесі бар. Ала бер, оған енді қажет емес. Ал саған дәл келеді. Екеуіңнің де дене бітімдерің бірдей екен. Марат бір сәт үнсіз тұрып қалды да басын изеді. Сосын тез киім ауыстырды. Ержанның қалың тоқылған жемпірі оған тап өзіне арнап тігілгендей жарасып кетті. Осы ұқсастық Айгүлдің жүрегін тағы да шым еткізді. Бірақ ол өзін жинап алды. Күртешенің қалтасында ақша да бар. Аз ғана. Қазіргі бағамен шамамен 90 мың теңгедей. Сенің жолына жетер. Мен қайтарып беремін, деді Марат қысқа ғана. Соңғы тиынына дейін қайтарамын. Ал сен, Айгүл, егер анамды іздегің келсе, ол Ақбұлақ қаласының маңындағы ауылда тұрады. Құрылысшылар көшесінде. Аты Күләш. Оған менің тірі екенімді айт. Ешқандай кінәм жоқ екенін жеткіз. Жыламасын. Ол диванға жақындап келді де ыңғайсызданып бір орнында тұрып қалды. Сосын қолын созып, нәрестенің кішкентай жұдырығына ақырын ғана тиіп өтті. Рахмет саған, бауырым, деп сыбырлады ол. Ол сөзді сәбиге айтты ма, әлде көзге көрінбейтін Ержанға айтты ма, түсіну қиын еді. Бүгін мені үлкен күнәдан сақтап қалдың. Осыны айтқан соң, ол бұрылып дыбыс шығармай дәлізге шығып кетті. Есік баяу жабылды. Айгүл таң шапағымен ұйықтап жатқан ұлымен және бүкіл өмірін төңкеріп жіберген құпиямен оңаша қалды. Жедел жәрдем көлігінің дабылы Ақбұлақ қаласының таңғы тыныштығын қақ жарып өтті. Қараша айының сұрғылт таңы енді ғана кір терезелерден білініп келе жатқан еді. Бөлмедегі еріген майшамның иісіне жедел жәрдем қызметкерлерімен бірге келген дәрі-дәрмек пен емдік майлардың өткір иісі араласып кетті. Олар тар дәлізге асығыс кіріп келді. Екі санитар қолдарында зембіл көтерген, арттарында халаты қисайып кеткен әйел дәрігер ентігіп басып келе жатты. Ауыр аяқ киімдер ескі линолеумды дүңкілдетті. Стөлдің астына тығылып қалған Таймас күңірене ырылдап еді. Санитарлардың бірі зекіп қалған соң тынышталып, тек тырнақтарымен еденді тырналап жатты. Мәссаған, анасы, мықты екенсің ғой, деді дәрігер жаңа туған нәрестені қолына алып. Оның тәжірибелі саусақтары баланы жылдам қарап шықты. Кіндік бауының байланған жерін тексерді. Босандырған кім? Кіндікті өте сауатты байлаған екен. Оны тәжірибелі адам істеген сияқты. Айгүл құрғап кеткен тамағын әрең жұтынды. Көмейі ашып тұр еді. Ал қабақтары қорғасындай ауырлап кеткендей болатын. Айгүлдің көз алдынан таң алдындағы тұманға сіңіп бара жатқан Мараттың бейнесі кетпей қойды. Үстінде марқұм Ержанның жемпірі бар еді. Үйдің иісі сіңген темекі мен ағаш қаңқасының жұпары аңқып тұрған таныс киім. Айгүл ойын басқа жаққа бұрмақ болып, қабырғадағы өңі кеткен гүлдердің суретіне көз тікті. Төменгі қабаттағы көршім кіріп шықты. Зере апа көмектесіп, сосын үйіне кетіп қалды. Қан қысымы мазалады, деді ол. Дәрігер әйел сенімсіздеу мырс етіп, тыңдау құралын халатының терең қалтасына салды. Ол өмірінде небір жағдайды көрген адам еді. Сондықтан құлағы ауырлау зейнеткердің күрделі босандыруды шебер қабылдап шыққанына сене қойған жоқ. Бірақ артық сұрақ қоймады. Қазір оған уақыт та жоқ болатын. Абайлап көтеріңдер, жігіттер. Отын емес, адам көтеріп бара жатсыңдар, деп санитарларға бұйрық берді. Айгүл туған үйінен қалалық перзентхананың тап-таза палатасына қалай жеткізілгенін кейін анық есіне түсіре алмады. Жадында ақ кафель қабырғалар, көз қарықтыратын шамдар, иегін қытықтайтын қалың көрпе ғана қалды. Аурухананың тамағынан күйген сүттің және темір ыдыстың иісі шығатын. 3 күн бойы Айгүл ұйқы мен ояулықтың арасында жүрді. Тек күтушілер сықырлаған арбамен әкелген ораулы сәбилерді емізу үшін ғана оянатын. Ұлының кішкентай мыжылған жүзіне қараған сайын оның ойына әлгі қашқын адам түсетін. Тағдыр олардың өмірін көзге көрінбейтін жіппен байлап қойғандай еді. Ол бала ірі болып туған, салмағы 4 келіге жуық болатын. Айгүл оған Дәулет деген ат қойды.
Дәулетжан анасының омырауын іздеп кішкентай мұрнын тыжырайтқанда Айгүл оның жүзінен Ержан мен Мараттың ортақ белгілерін анық көретін. Ол жер қойнына тапсырылған Ержанды ойлайтын. Өмір бойы өзінің айнымас егізі бар екенін білмей өткенін ойлайтын. Ал Марат ше, қазір осы сәтте күздің суық орманында тығылып жүрген шығар. Суық жерге жатып, үстіне тек ескі жұмыс күртешесін жамылып жатқан шығар деген ой оның жанын ауыртатын. Өзгенің әділетсіз көрген азабы Айгүлдің де жүрегін сыздатып, күндіз де түнде де маза бермейтін. 4-ші күні оны ауруханадан шығарды. Айгүлді қарсы алатын ешкім болмады. Ержан қайтыс болғаннан кейін зауыттағы құрбылары біртіндеп алыстап кеткен еді. Ешкім жесір әйелдің қайғысын бөліскісі келмеген. Ал Ақбұлақ қаласында оның туыстары мүлдем жоқ болатын. Медбике көк лентамен байланған нәрестені қолына ұстатып, денсаулық тілеп қоштасты да ауыр есікті жауып жіберді. Суық ауа өкпесін қарып өтті. Айгүл сәбиін құшағына қыса ұстап, ескі қалың пальтосын түзеді де аялдамаға қарай баяу жүріп кетті. Үйге жеткенше 1 сағаттай уақыт өтті. Автобустың іші дымқыл тері, арақ иісіне толы еді. Жолаушылардың бәрі үнсіз отырып, қырау басқан терезеге қарап келеді. 2 қабатты ескі үйдің кіреберісіне кіргенде Айгүл қымбат темекінің қою иісін сезді. Ол 1-ші қабаттағы алаңшада 1 сәт тоқтап дем алды. Сол кезде жоғарыдан баспалдақ сықырлап төменге Болат Сейітов түсіп келе жатты. Үстіндегі қымбат дубленкасы денесіне құйып қойғандай жарасып тұр. Басындағы қалың бөркі мен мойнындағы қымбат шарфы оның жағдайының жақсы екенін айнық көрсетті. Болат жаңа жеңіл көлігінің кілтін саусағында айналдырып, паңдана басып келе жатты. Қолындағы көк ленталы нәрестені көргенде оның жүзіне жалған мейірім үйірілді. «Ойпырмай, Айгүл, құтты болсын, ұлды болыпсың ғой», деді ол майда үнмен. Баспалдақтың жоғары жағында тұрып, әйелге жоғарыдан қарады. Үстінен әтір мен ішімдіктің иісі мүңкіп тұрды. «Неге айтпадың? Өзім барып алып кетер едім». «Көлік те бар. Жалғыз басты анаға автобуспен жүру жараспайды». Айгүлдің ішін жиіркеніш қысты. Бұрын ол Болатты тек жағымсыз адам деп қана ойлайтын. Қай кезде де пайдасын тауып жүретін қу кісі деп білетін. Ал қазір оның алдында жазықсыз жанның тағдырын қиратқан адам тұрғанын анық сезді. Мараттың орманда қашып жүруіне себепкер болған адам осы еді. «Рахмет, Болат аға, өзіміз де жетіп алдық», деді Айгүл көзін тайдырып. Даусы дірілдеп шықты. Бірақ Болат оны әлсіздік деп түсінді. «Қажет нәрсе болса тартынбай айт. Балалар қоспасы керек болса да, жаялық керек болса да тауып беремін. Байланыстарым көп. Мені жұрт сыйлайды», деді ол жымиып. Сосын әйелдің пальто астындағы денесіне көз жүгіртіп өтті. «Жалғыз өзіңе қиын болады. Ержанды енді қайтара алмайсың ғой. Өмір жалғаса береді». Осы сөздерді айтып ол төмен түсіп кетті. Артында қымбат әтір мен темекінің иісі ғана қалды. Айгүл тісін қатты қысты. Тіпті жақ сүйегі ауырып кетті. Кеудесінде бұрын болмаған бір сезім лап етті. Бұл ашу еді. Әділетсіздікке деген күйік еді. Ол тоқ, күтімді, өзіне сенімді болып кеткен жауыздың соңынан қарап тұрып, енді үнсіз отыра алмайтынын анық түсінді. Марат оның да, баласының да өмірін сақтап қалды. Енді қарыз қайтаратын кезек өзіне келген. Пәтердің іші салқын екен. Таймас иесін қуана қарсы алып, аяғына оратылып шықты. Айгүл соғысқа дейін орнатылған ескі пешті жағып, шәйнек қойды. Дәулетжанды шешіндіріп ұзақ қарап отырды. Сәби бейқам ұйықтап жатыр еді. «Уайымдама құлыным», деп сыбырлады ол, баланы мамық шәлімен қымтап жатып. «Екеуміз бәрін еңсереміз. Бірақ алдымен бір маңызды істі атқаруымыз керек». Келесі күні күздің бозғылт күні аздап жылынған шақта Айгүл жолға жиналды. Айгүл Дәулетті қымтап орап, кең пальтосының ішіне салып, кеудесіне қыса басты. Сәби анасының жылуымен тыныстап жатты. Ас үй үстелінде оның есінде қалған мекенжай жазылған қағаз қалды.
Ақбұлақ қаласының маңындағы ауыл. Құрылысшылар көшесі. Қала мен жұмысшылар ауылын жағалайтын шағын автобус жолындағы әрбір шұңқырға түскен сайын қатты селкілдейтін. Серіппелері сықырлап, ішінен бензин мен дымқыл жүннің иісі шығып тұрды. Жолаушылар қалғып отыр. Көліктің тербелісіне ілесіп теңселетін. Айгүл терезеден сыртқа қарап отырып, алдағы әңгімені ойша қайта-қайта саралады. Анаға өз ұлының қашқын атанғанын қалай жеткізбек? Өлді деп санаған екінші ұлының жақсы азамат болып өскенін, бірақ тағдырдың жазуымен ерте өмірден кеткенін қалай түсіндірмек? Ауыл оны мұнды көрініспен қарсы алды. Бір-біріне ұқсайтын сұр үйлер, қисайған қоршаулар, жаңбыр мен ылғалдан қарайған терек діндері көзге түсті. Керекті үй көшенің ең шетінде, бос жатқан алаңқайдың түбінде орналасқан екен. Ағаш қақпасы бір ғана топсаға әрең ілініп тұр, ал ауласы қураған жусанға толып кеткен. Айгүл тынышталып қалған Дәулетті бауырына қыса түсіп, кіреберістің бояуы кетіп қалған есігін ашты. Танауына ашытылған 40 қабаттың, дәрінің және көптен жуылмаған кілемдердің иісі келді. Үйде біреу бар ма? Деп дауыстады ол, биік табалдырықтан аттап өтіп. Қараңғы дәліздің түпкірінен киіз шәркейдің сүйретілген дыбысы естілді. Күңгірт шамның жарығына егде тартқан қарт әйел шықты. Арқасы көзге көрінбейтін ауыр жүктің астында қалғандай бүкірейіп кеткен. Иығына өңі кеткен мамық шәлі жабылған. Буындары ісіп кеткен. Саусақтары ескі алжапқыштың шетін умаждап тұрды. Бетін терең әжім торлаған, бірақ көздері дәл Ержанның, Мараттың көздері секілді еді. Қара, терең әрі жүрекке тұнған мұңға толы. Кімді іздеп келдің, қызым? Деді Кейуана. Даусы ескі аспаптың үзілер алдындағы үніндей дірілдей шықты. Күләш апамен сөйлесуге бола ма? Деп сұрады Айгүл. Аузы құрғап кеткенін енді сезді. Мен Күләшпін, деді әйел көзін сығырайта қарап. Ал сен кімнің баласысың? Әлде әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінен келдің бе? Барлық құжатымды өткен аптада апарып тапсырғанмын. Айгүл бір қадам алға шығып, басындағы орамалын шешті. Мен әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінен емеспін. Күләш апа, атым Айгүл. Мен сізге Мараттан хабар әкелдім. Кейуананың аузынан еріксіз үн шығып кетті. Ол есік жақтауына сүйене қалды. Жүзі әп-сәтте бозарып кетті. Маратжаннан ба? Жалғызымнан ба? Деді ол демі жиілеп. Шынымен ол тірі ме? Өткен аптада полиция келіп кетті. Қашып кеткен дейді. Батпаққа батып өлген шығар дейді. Тірі, деді Айгүл нұқынмен. Тірі, және еш кінәсі жоқ. Сізге жыламасын деп айтып жіберді. Оны жала жауып құртып жіберген. Күләш апа әлсіреп барып орындыққа отырды. Бетін қос қолымен жауып, үнсіз жылай бастады. Иықтары қалшылдап кетті. Айгүл қасына отырып, пальтосын ашып, ұйықтап жатқан Дәулетті көрсетті. Мен сізге тек Мараттың сәлемдемесін ғана жеткізу үшін келген жоқпын, деді ол тамағына тығылған өксікті әрең жұтып. Мына балаға мұқият қараңызшы, Күләш апа. Кейуана көз жасын сүртіп, нәрестеге үңілді. Демі ішіне тартылып қалды. Я Алла, деп сыбырлады ол, дірілдеген қолын сәбидің жүзіне созып. Тура Маратжанның кішкентай кезі ғой. Айнымайды. Бұл кімнің баласы? Мұндай ұқсастық қайдан келген? Айгүл қатты орындыққа жайлап отырды. Құшағындағы Дәулет, ана сүтімен жылы көрпенің иісін шығарып, тәтті ұйықтап жатыр. Стөл үстінде суып қалған шайы бар жарылған кесе тұрды. Терезенің ар жағында қараша желі кәрі алма ағашының жалаңаш бұтақтарын шайқап, терезе жақтауын тырналап жатты. Бұл марқұм күйеуімнің ұлы, Күләш апа, деді Айгүл баяу ғана. Әр сөзі тар ас үйдің ауасына салмақпен таралып жатты. Күйеуімнің аты Ержан еді. Ол Мараттан айнымайтын. Көздері де, қолдары да бірдей болатын. Тіпті қабағын түйетін қылығының өзі ұқсас еді. Сол түні Маратты алғаш көргенде Ержан қайта тіріліп келген шығар деп ойладым. Күләш апа ауыр дем алып, дәрімен кептірілген ас-көктің иісі аралас ауаны
терең жұтты. Ауру меңдеген саусақтары үстелдің шетін тас қылып қысып алды. «Ержан», деді ол әрең сыбырлап, осы бір сөздің ішінде 30 жылдан бері жиналған сағыныш, ана жүрегінің таусылмас қасіреті жатқандай еді. «Демек, аман қалған екен ғой. Менің балам тірі болған екен ғой». «Иә», деп басын изеді Айгүл. Бетінен ыстық жас сырғып түсті. Ол жақсы адам болып өсті. Қолынан іс келетін шебер еді. Зауытта бәрі құрметтейтін. Үздік қызметкер ретінде сурет құрмет тақтасына да ілінген. Бірақ балалар үйінде тәрбиеленді. 1952 жылдың қысында оны балалар үйінің қақпасына тастап кеткен екен. Өмір бойы өзінің тегін іздеді. Көшеде көрген адамдардың жүзіне үңіліп, туғандарын кездестіріп қалармын деп үміттенетін. Күләш апаның көмейінен жаны ауыртар үн шықты. Ол ауыр соққы алған адамдай теңселіп кетті. Әйел қабырғаға сүйене жүріп, ескі буфетке қарай беттеді. Сықырлаған еден таяқтары әр қадамын сездіріп тұрды. Ол жоғары сөреден бір нәрсе іздеп ұзақ ақтарылды. Қырлы стакандар мен дәрі құтыларының сыңғыры ғана естіліп тұрды. Ақыры Күләш апа ескі грузин шайының қаңылтыр қорабын алып шықты. Бетіндегі алтын түсті жазулары өшіп кеткен екен. Дірілдеген қолымен қақпағын ашты. Ішінде кепкен жалбыз жапырақтары мен сарғайып кеткен түбіртектердің арасында ақ орамалға мұқият түйілген кішкентай зат жатыр екен. Күләш апа орамалды жайлап ашты. Ауыр еңбекпен қарайып, күстеніп кеткен алақанында нәрестеге арналған бір ғана тоқылған шұлықша жатты. Ақ қой жүнінен тоқылған, уақыт өте сарғайып кеткен. Ебедейсіз тоқылғанымен ананың мейіріміне толы бұл бұйым еді. «Осыны 30 жыл сақтап келемін», деді кейуана қарлығып шыққан үнмен. 30 қыз, 30 көктем өтті. Күнде соған қарап отырып, Алладан кешірім сұраймын. Бірақ мұндай күнәні кешіру оңай ма? Ол қайтадан орындыққа отырды. Көзін шұлықшадан ала алмады. Ескі жүн мен нафталиннің иісі бөлмені толтырды. 1952 жылдың қысы өте қатал болды, деп бастады Күләш апа өткен күндерге көз тігіп. Суықтың қатты болғаны сонша, құстар ұшып бара жатып қатып қалып қарға құлайтын. Біз ағаш баракта тұрдық. Пеш жағуға отын тапшы еді. Көмірді мөлшермен беретін. Оны алуға да ақша жетіспейтін. Күйеуім Нұржан менің аяғым ауыр екенін білген соң ішімдікке салынып кетті. Ал босануыма 1 ай қалғанда заттарын жинап алып, вокзалда жұмыс істейтін бір әйелге еріп кетіп қалды. Оның үйі жылы болатын. Бөлмелерінде шойын батареялар бар еді. Айгүл демін ішіне тартып тыңдап отырды. Дәулетжан ұйқысында аздап қозғалып, ернін жыбырлатты да қайта тынышталып қалды. «Босануым өте ауыр болды», деп жалғастырды Күләш апа баяу тербеліп. Дәрігерлер аман қалуыма күмәнданды. Егіз туғанымды көргенде тіпті шошыды. Маратжан әрі ширақ болып дүниеге келді. Ал сенің Ержаның әлсіз еді. Кіп-кішкентай, өңі көгерген, әрең тыныстап жатты. Сонда марқұм анам ауруханаға келді. Балаларға қарады. Сосын аштықтан әбден әлсіреген маған қарады да, екеуін бірдей асырай алмайсың. Өзің де аштан өлесің. Оларды да өлтіресің. Әлсізін мемлекетке тапсыр. Балалар үйінде болса да тамағы бар, жылы төсегі бар. Ал үйге алып кетсең, екеуі де үсіп өледі, деді. Күләш апа үнсіз қалды. Демін әрең алып, шәлі астындағы иықтары дірілдеп кеткен. Айгүл бұл шешімнің ана жүрегіне қандай ауыр жара салғанын жақсы түсінді. Сол баяғы қасіреттің жаңғырығы оның әр сөзінен сезіліп тұрды. «Мен құжатқа қол қойдым, Айгүл. Бас тарттым», дедім. «Балаларымның өмірін сақтап қаламын деп ойладым». Ержанды алып кеткен медбикенің қолына осы шұлықшаның екіншісін ұстатып жібердім. Кейін іздеп табармын деп үміттендім. Аяққа тұрып, жұмысқа кіріскен соң іздеймін дедім. Бірақ қайда? 1 жылдан кейін іздеп бардым. Сонда маған бала басқа жерге ауыстырылды.
асырап алынған болуы мүмкін. Бұл мемлекеттік құпия деді. Содан кейін көршілерге балам шетінеп кетті деп айттым. Ал өзім түн сайын жастығымды құшақтап жыладым. Маратжан оянып кетпесін деп ернімді қанатқанша тістейтінмін. Күләш апа қызарып кеткен көздерін Айгүлге көтерді. Ол көздерде өмір бойы жазылмаған кінә жатты. Міне, тағдырдың жазуы осы болды. Балам аман қалыпты. Ер жетіпті. Саған үйленіпті. Ал мен оның жанында жүрмеппін. Бір көшеде жүргенбіз. Бір дүкеннің кезегінде тұрғанбыз. Бірақ өз баламды танымағанмын. Енді ол да жоқ. Жер астында жатыр. Ал менің Маратжанымды бөтеннің қылмысы үшін түрмеге айдап барады. Алла мені жазалап жатыр қызым. Ана ретінде жасаған күнәм үшін екі ұлымды қатар тартып алып жатыр. Олай демеңіз, деді Айгүл батыл үнмен. Ол алға еңкейіп, кейуананың мұздап кеткен қолын алақанын алды. Бұл жаза емес, бұл әділдікті орнатуға берілген мүмкіндік. Марат тірі, ол күресіп жүр, біз де күресеміз. Күләш апа мұңая жымиды. Ақ шашын баяу шайқады. Қалай күреспекпіз қызым? Болат Сейітовтің қайын атасы аудандық партия комитетінде отырған ықпалды адам. Олардың танысы көп, байлығы бар, қолында билігі бар. Ал біз кімбіз? Бірі сәби көтерген жесір әйел, бірі қарт ана. Бізді елемей-ақ жаншып тастайды. Ержан берілмес еді, деді Айгүл нық дауыспен. Оның жан дүниесінде бұрын болмаған қайсарлық оянған еді. Мен Болатты күнде көремін. Семіріп алған, жағдайы жақсы, біреудің көз жасымен байып жүрген адам. Ол бәрін алдадым деп ойлайды. Бірақ әр ұрының әлсіз жері болады. Марат айтқан. Болат құжаттарды тап-тұйнақтай етіп жасап қойған. Бірақ ұрланған дөңгелектерді, аккумуляторларды, өлшектерді бір жерге сақтауы керек қой. Сатып жібергенше тығып ұстайды. Оларды нөмірі 4-ші автокәсіпорында сақтау қауіпті. Үйіне де сыймайды. Көршілер байқап қалады. Күләш апа көз жасын сүртіп таңырқай қарады. Не істемексің сонда, қызым? Оны аңдимын, деді Айгүл иығын тіктеп. Кеше ғана Болаттан қорқып жүрген әйел орнында енді басқа адам тұрғандай еді. Үрей жоғалған. Оның орнында салқын сабыр мен айқын мақсат қалған. Менің жоғалтатын ештеңем қалмады. Ол менің Ержанымды бір рет ажалға қиды. Енді оның бауырын да құрдымға жібермек. Сондықтан мен екі бауырдың да ақысын сұраймын. Күләш апа, сіз Дәулетжанға қарай тұрасыз. Мен нәрестені көтеріп алып, түнде із кесіп жүре алмаймын ғой. Осы сөздерді естігенде Күләш апаның жүзі кенет өзгеріп кетті. Бұған дейін мұң мен шарасыздыққа толы жанарында әлде бір от тұтанғандай болды. Күләш апаның жүзінде қайғының ізі біртіндеп сейіле бастады. Күңгірт тартқан жанарында әлде қашан өшкендей көрінген үміттің әлсіз сәулесі қайта жанды. Ол Айгүлдің қолынан ұстап жатқан Дәулетжанды ерекше қастерлі аманаттай абайлап алды. Сәби оның қолының иініне жайлы орналасып, қарт ана оны бауырына қысты. Баланың сүт аңқыған тәтті иісін терең жұтып, көзін жұмып біраз отырды. Көмектесемін қызым, қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Қалған ғұмырымды да аямаймын. Тек Маратжанның ақтығы дәлелденсе екен, тек мына немерем аман өссе екен. Қарашы, дәл Ержанның өзі, дәл Маратжанның өзі. Сол жылы қараша айы қарсыз өтті. Бірақ сүйектен өтетін суық желге сараң болмады. Ақбұлақ қаласының көшелерін мұз қаптап, сұр аспан төмен түсіп кеткендей көрінетін. Ауыр бұлттар үйлердің шатырларын басып тұрғандай әсер қалдыратын. Айгүл үшін сол күннен бастап серіппедей ширығып өткен бұл күндер басталды. Күләш апа қаладағы шағын пәтерге көшіп келді. Пештің жанына қойылған ескі жиналмалы төсекке жайғасты. Айгүл оны іштей анашым деп атайтын болған. Қарт ананың келуімен үйге піскен алманың, қойы демделген шайдың және баяу айтылатын бесік жырының иісі енді. Қолы босаған Айгүл үнсіз күресін бастады. Сырт көзге ол қарапайым ғана жас ана болып көрінетін. Бірде аулада екі теректің арасына тартылған жіпке жуылған киімдерді жайып жүреді. Бірде ескі кілемдерді қағып тұрады.
бірде Серік ағамен ауа райы туралы әңгімелесіп тұрғандай болады. Бірақ оның өткір жанары екінші қабаттағы көршісі Болат Сейітовтің бірде-бір қимылын жібермейтін. Болат Сейітов өзін жазасыз сезінетін орта деңгейлі қызметкердің үйреншікті өмірімен өмір сүріп жатты. Күн сайын дәл таңғы 8-де үйден шығатын, үстінен өткір әтірдің иісі аңқып тұрады. Сосын өзінің шие түстес жеңіл көлігіне отырып, қозғалтқышын қыздырып алып, жұмысқа кететін. Кешкі тура 6-да оралатын, баспалдақпен ауыр аяқ басып көтерілетін, кілттері сылдырлайтын. Артынша ас үйінің ашық тұрген жел көзінен қуырылған еттің, бұрқыраған қырыққабаттың және сарымсақтың иісі тарай бастайтын. Айгүл оның тәртібіндегі өзгешелікті 10-шы күні байқады. Аптасына 2 рет, сейсенбі және жұма күндері қала кешкі қара көк қараңғылыққа батқанда Болат үйден жаяу шығатын. Ол бұл жолы өзгеше киінетін, қымбат сырт киімін қарапайым қара күртешеге ауыстыратын, сәнді бас киімінің орнына қарапайым тоқыма бас киім киетін. Есіктің құлпын 2 рет тексеріп, баспалдақпен абайлап түсетін. Ағаш сатылар сықырламасын дегендей шетімен басатын. Сосын темір жол жаққа қарай асығыс жүріп кететін. Суық сейсенбі күндерінің бірінде Айгүл оның соңынан ерді. Аяз бет қарып, ескі пальтосының жағасынан ішке кіріп бара жатты. Ол сұр шәлісін қымтай түсіп, дыбыс шығармауға тырысып, аяғын жай басып келеді. Бақытына қарай, етігінің резеңке табаны қатқан асфальтты дыбыс шығармайтын. Айгүл 50 метрдей қашықтық сақтап отырды. Бетон бағандардың, кәрі ағаштардың тасасына тығылып жүрді. Жүрегі кеудесін тарсылдатып соғып, самайында дүрсілдеп тұрды. Жол қараусыз қалған бос алаң арқылы өтетін. Қураған түйе тікен мен жусан аяқ астында сытырлап сына берді. Болат жылдам жүріп келеді. Ара-тұра артына бұрылып қарайтын. Әр жолы ол бұрылғанда Айгүл бұталардың көлеңкесіне жабысып қалады. Тіпті дем шығаруға қорқатын. Ауада темір жолдың ағаштарын сіңіретін қою майдың иісі мен күйген жапырақтың иісі араласып тұрды. Көп ұзамай алдарынан кірпіштен салынған құрылыстар көрінді. Бұл тұлпар гараж корпоративі еді. Ақбұлақ қаласының шетінде орналасқан, тіпті полицияда сирек баратын тыныш жер болатын. Корпоратив оларды қисайған тот басқан қақпасымен қарсы алды. Алыстан шынжырға байланған иттердің қарлыққан үрген даусы естіліп тұрды. Болат кірпіш қабырғалардың арасындағы тар өткелге бұрылды. Желдің беті күл-қоқыс пен шыны сынықтарына толы еді. Айгүл де соңынан үнсіз сырғып отырды. Артық дыбыс шығармас үшін аузымен ғана тыныстады. Ол Болаттың шеткі гараждың алдында тоқтағанын көрді. Қабырғасы жасыл түске боялғанымен бояуы қабыршықтанып түсіп қалған екен. Темір қақпасында үлкен құлып ілулі тұрды. Болат қалтасынан ауыр кілттер шоғын шығарып, қатып қалған құлыппен біраз әуреленді. Ақыры темір сарт етіп ашылды. Қақпа сықырлап қозғалды. Болат ішке кіріп, есікті толық жаппай, тар саңлау қалдырды. Айгүл жақындай түсті. Көрші гараждың мұздай кірпіш қабырғасына арқасын тіреп тұрды. Суық тас денесіндегі соңғы жылуды тартып алып жатса да, ол оны сезбегендей болды. Қақпаның тар саңлауынан әлсіз сары жарық көрінді. Айгүл абайлап еңкейіп, ішке көз салды. Мұздай темір бетіне тиіп кеткен. Беті шымырлап кетті. Гараждың ішінен шикі резеңкенің, майдың, дымқыл жертөренің иісі келіп тұрды. Қолшамның жіңішке сәулесі қараңғылықтың арасынан жаңа автомобиль дөңгелектерінің биік-биік болып жиналған қатарларын жарыққа шығарды. Олардың жанында бірнеше жаңа аккумулятор және әлі қолданылмаған қосалқы бөлшектер үйіліп жатқанын Айгүл анық көрді. Болат Сейітовтың ұрланған мүлікті қайда жасырғаны анық оған белгілі болды. Ішінде алып қара дөңгелектер үйіліп тұрды. Терең бедерлі, тапшы саналатын 4 маусымдық шиналар еді. Мұндай дөңгелекке қол жеткізу үшін жүргізушілер айлап кезек күтетін. Қасында зауыт таңбасы басылған ауыр ағаш жәшіктер тұрды. Әдетте мұндай жәшіктерге карбюраторлар, оталдыру шамдары мен жүк көліктеріне арналған ауыр аккумуляторлар салынатын. Бұл бөтен көзден жасырылған тұтас бір байлық еді. Ақбұлақ қаласының шетіндегі қарапайым гаражда үлкен қазына тығылып жатқан. Болат Сейітов өз байлығының арасынан
паңдана жүрді. Ол қолғап киген қолымен үстіңгі дөңгелектің кетір-бұдыр бетін, сүйікті дүниесін сипағандай аялай сипап өтті. Енді аз ғана қалды, деген оның өзіне риза сыбырын Айгүл анық естіді. Жұма күні облыс орталығынан сатып алушы келеді. Содан кейін бұл шағын қалашықпен бір жола қоштасамын. Астанадан корпоративтік пәтер аламын. Болаттың осы сөздері Айгүлдің жүрегіне пышақтай қадалды. Мына қара резеңке дөңгелектер үшін, ақша үшін бұл адам оның отбасының тағдырын тас-талқан еткен еді. Болаттың тоқ өмір сүруі үшін Марат қазір орман ішінде тығылып жүр. Әр бұтақтың сытырынан селк етіп суыққа тоңып жүрген шығар. Осындай әділетсіздік Айгүлдің жүрегінде күйік болып қайнады. Ол ашуын басу үшін мұздай кірпіш қабырғаға одан сайын жабыса түсті. Болат қол шамын сөндірді. Гараж қақпасы сықырлап ашылып, сыртқа қарай қозғалды. Айгүл дер кезінде кейін шегінбегенде иығына тиіп кетер еді. Болат құлыпты қайта іліп, кілттерін біраз сылдырлатты. Сосын тағы бір рет тартып көріп, жерге түкірді де кешкі қараңғылыққа сіңіп кетті. Айгүл 10 минуттай күтіп тұрды. Оның аяқ дыбысы мүлде жоғалып, алыстан естілген тепловоздың үніне араласқанда ғана тығылған жерінен шықты. Қалтасынан сіріңке алып тұтатты. Жел өшіріп жібермес үшін деп алақанмен қоршап тұрды. Әлсіз жарық қақпадағы ақ бояумен жазылған санды көрсетті. 47-ші гараж. Үйіне оралғанда қабырға сағаты кешкі 9-ды соғып жатқан еді. Дәліздің іші ыстық сүт пен піскен алманың иісіне толып тұрды. Пеш үстінде шәйнек баяу қайнап жатыр екен. Күләш апа ескі креслода мызғып қалыпты. Тізесіне жамау тігіп отырған шұлығын түсіріп алған. Есіктің сықырын естігенде селк етіп оянды. Шәлісін түзеп қойып, келдің бе қарағым? Біз Дәулетжан екеуміз сені күтіп отырмыз, деді. Сосын Айгүлдің аяздан қызарған жүзіне қарады да бәрін түсінді. Таптың ба? Айгүл үнсіз ғана басын изеді. Мұздап қалған етігін шешіп жатып, таптым. Гараж толған ұрланған зат. Дөңгелек те бар, аккумулятор да бар. Жұма күні облыстан келетін адамдарға бәрін сатып жібермек деді. Күләш апа ауыр күрсінді. Енді не істейміз қызым? Полицияға барасың ба? Болатты онда бәрі таниды. Біреуіне бөлшек тауып береді, біреуіне жанармай мәселесін шешіп береді. Сені тыңдамай шығарып салады. Тіпті жындыға балауы да мүмкін. Оның үстіне ол көрші тұрады ғой. Айгүл кесеге қайнаған су құйып, оны екі қолымен қыса ұстады. Жылу денесіне біртіндеп тарап жатты. Қарапайым полицияға баруға болмайды. Бұл жағынан дұрыс айтасыз. Болаттың тамыры тереңде. Бірақ мен білетін бір адам бар. Ол Күләш апаға қарады. Самат Нұрпейісов. Біз мектепте 3 жыл қатар оқыдық. Қазір экономикалық қылмыстар бөлімінде тергеуші болып жұмыс істейді. Өте әділ адам. Біреудің ала жібін аттамайды. Пара дегенді жек көреді. Егер біреуге сенуге болатын болса, сол кісіге ғана болады. Күләш апаның көзінде үреймен қатар үміт те жылт етті. Ертең таңертең соған барамын. Ал сіз үйде болыңыз. Мен жоқта ешкімге есік ашпаңыз. Қазір сақ болған жөн. Сәрсенбі күні таңертең қаланы қою тұман басып тұрды. Қалалық полиция басқармасының ғимараты жеке үйлердің үстінен сұрғылт алып тас секілді көрінетін. Ішіне кіргенде еденге жағылған мастиканың, арзан темекінің және қағаздың иісі сезілді. Жасыл түске боялған ұзын дәлізде адамдар кезек күтіп отыр екен. Бір жақтан жазу машинкасының тарсылдаған дыбысы естіліп тұрды. Айгүл екінші қабаттан керекті кабинетті тапты. Күңгіртеніп кеткен тақтайшада экономикалық қылмыстар бөлімі. Аға тергеуші Самат Нұрпейісов деп жазылып тұр екен. Ол есікті жай ғана қағып, жауап күтпестен ішке кірді. Кабинет тар екен. Ортасында қағаз толы үлкен үстел. Үстел басында жағасы ағытылған қызметтік көйлек киген еңселі ер адам отыр екен. Бір құжатты мұқият оқып, маңдайын уқалап отырды. Қабылдау уақыты түстен кейін, деп бастады ол басын көтерместен. Дауысы ұйқысы қанбаған адамның қарлығыңқы үніне ұқсайды. Сәлем, Самат, деді Айгүл ақырын ғана. Тергеуші басын кілт көтерді.
шаршаудан әжім түскен жүзі өзгеріп кетті. Ол қолындағы қаламын жайлап үстелге қойып қарсы алдында тұрған әйелге ұзақ қарады. «Айгүл, сенбісің?» деп таңырқап, Самат ауыр күрсінді. Үстел тартпасынан темекі қорабын шығарды да саусақтарының арасында айналдырып отырды. Бірақ тұтатпады. «Қайғыңды естідім, Айгүл. Ержанның қазасына бәріміз қатты өкіндік. Зауыттағы жігіттер айтып жүр, арқан үзіліп кеткен екен. Өте өкінішті жағдай болыпты. Кешір мені, Айгүл. Ержанды жерлеген күні бара алмадым. Облысқа сапармен кеткен едім. Жақында босанғаныңды да естідім. Құтты болсын. Айтпақшы, қандай шаруамен келдің? Әлде бұрынғы сыныптасыңды көрейін деп кірдің бе?» Айгүл оның шаршаңқы болса да зерек көздеріне тіке қарады. Самат мектеп кезінен өте мұқият болатын. Күрделі есептің шешімін таппайынша сағаттап отырып алатын. Қазір дәл сондай табандылық ауадай қажет еді. «Мен шаруамен келдім, Самат. Бұл іс нөмірі 4-ші автокәсіпорындағы ұрлыққа және қазір іздеуде жүрген Маратқа қатысты». Мараттың аты аталған сәтте Самат бірден жинақтала қалды. Жаңа ғана жылы сөйлесіп отырған адамның орнында енді кәсіби тергеуші отырғандай болды. Ол қолындағы темекіні үстелге қойып алға еңкейді де саусақтарын айқастырды. «Марат қашып кеткен сотталған адам, Айгүл. Ол мемлекеттік мүлікті ірі көлемде жымқырды деп сотталған. 1 апта бұрын күзеттен қашып кетті. Қарауылға шабуыл жасаған. Іздеу қағазы барлық жерге жіберілген. Сен ол туралы не білесің? Тек оны үйіңде жасырып жүрмін деп айтпа. Оның жазасы ауыр. Қолында сәбиің бар екенін ұмытпа. Оның еш кінәсі жоқ, Самат». Айгүл көзін тайдырмады. Тергеушінің қысымына да сыр бермеді. Оны Болат Сейітов әдейі құрбан етті. Барлық құжатты қолдан жасап, жетіспеушілікті Мараттың мойнына ілген. Самат орындықтың арқалығына сүйеніп ащы жымиды. Орындықтың серіппесі сықырлап кетті. Айгүл, түсін, Болат Сейітов ықпалды адам. Қайын атасы аудандық партия комитетінде отыр. Облыста да таныстары жеткілікті. Бұл істі біз жарты жыл бұрын түгел тексердік. Құжаттардың бәрі дұрыс сияқты көрінеді. Қолхаттарда Мараттың қолы тұр. Куәгерлер оның бөлшектерді алып кеткенін айтқан. Қоймашы Қайрат та соны растаған. Дәлелсіз сөзбен іс ашылмайды. Оның үстіне бір жақта іздеудегі адам тұр, екінші жақта елге сыйлы адам тұр. Айгүл үнін бәсеңдетіп, бірақ анық сөйледі. Ал егер мен Болаттың ұрланған заттарды қайда жасырғанын білсем ше? Кабинетті үнсіздік басты. Тек шамның әлсіз гуілі ғана естіліп тұрды. Самат қимылсыз отырып қалды. Бір сәттен соң темекісін тұтатып, терең тартып алды. Көгілдір түтін төбеге көтерілді. «Айта бер». Жұма күні кешке ол ұрланған заттардың бәрін сатып жібермек. Темір жолдың ар жағындағы Тұлпар гараж корпоративі, 47-ші гараж. Өз көзіммен көрдім. Іші жаңа дөңгелектерге, аккумуляторларға және басқа да мемлекеттік мүліктерге толы. Болат өзі барып тексеріп жүр. Самат көзін сығырайта тыңдап отыр. Әділдіктің жолын бөгеп тұрған кедергілердің арасынан кенет жарық көрінгендей болды. Егер ұрыны ұрланған затпен бірге қолға түсірсе, жағдай мүлде өзгереді. Мұндай кезде ешқандай ықпалды туыс көмектесе алмайды. Іс бірден облыстық прокуратураға өтеді. «Не айтып тұрғаныңды түсінесің бе, Айгүл?» деді ол іскер үнмен. «Егер айтқаның жалған болып шықса, менің мансабым күйрейді. Ал егер шын болса, Болат саған мұны кешірмейді. Ондай адамдар кек сақтайды. Сен оған кісен салғаннан кейін оның кек алуға уақыты болмайды», деді Айгүл орнынан тұрып. «Жұма күні кешке ол гаражға жалғыз келмейді. Сатып алушы да келеді. Қолдан шығарып алма, Самат. Әділдік үшін, Ержан үшін». Ол Ержан мен Мараттың арасындағы құпияны түсіндіріп жатпады. Оған әлі уақыт келген жоқ еді. Қазір ең маңыздысы қақпанды жабу болатын. Жұмаға дейінгі 2 күн өте баяу өтті. Айгүл көршілерге Дәулетжан ауырып қалды деп айтып, аулаға көп шықпады. Қабырға сыртындағы әр дыбысқа құлақ түрді. Болаттың баспалдақпен көтерілген аяқ дыбысына дейін тыңдап отырды. Ал Болат ештеңеден күмәнданбады. Бұрынғыдай өмір сүріп жүрді. Жөтеліп қояды. Есігін тарс жауып кетеді. Кешке ескі радио қабылдағыштан ән тыңдайды.
Ол өз мойнына көрінбейтін тұзақтың түсіп қойғанын сезбеген еді. Жұма күні таңертең аспанды сұр бұлт қаптады. Ұсақ жаңбыр қармен араласып жауды. Ауа райының өзі алда болатын оқиғаға жағдай жасап тұрғандай еді. Көшеде адам аз болды. Күләш апа да күні бойы мазасызданды. Біресе ыдыстардың орнын ауыстырды, біресе шкафтағы киімдерді түзетеді. Терезеге қарап отырып іштей дұға оқиды. Кешкі сағат 6-да екінші қабаттағы таныс аяқ дыбысы естілді. Болат жұмыстан қайтқан еді. Айгүл оның тағы 2 сағаттан кейін гаражға кететінін жақсы білетін. Сағат 7-лер шамасында есік баяу ғана тырналды. Айгүл селк етіп, Күләш апамен көз түйістірді. Пештің жанында жатқан Таймас басын көтеріп, бәсең ырылдады. Айгүл аяқ ұшымен есікке жақындады, құлағын тақап тыңдады. Ар жағынан әрең естілетін таныс дауыс шықты. Айгүл, ашшы, бұл менмін. Әйелдің жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол құлыпты асығыс ашты. Есік сәл ашылғанда табалдырықта Марат тұрғанын көрді. Оның түрі аянышты еді. Ержанның жұмыс күртешесі балшық пен жаңбыр суына малынып кеткен. Аштықтан беті суалып, көзінің асты көгеріп тұр. Бірақ жанарындағы қайсарлық әлі сөнбеген еді. Марат, деп демін ішіне тартты Айгүл. Ол оны дереу үйге кіргізді. Сен есіңнен адастың ба? Қалада патруль толып жүр ғой. Марат қабырғаға сүйеніп ауыр тыныстады. Білемін. Орманмен сай-саламен жүріп келемін. Әбден шаршадым. Енді батпақтың ішінде аң сияқты тығылып жүруге шамам жоқ. Барып өзім берілемін, деп шештім. Қашқаным үшін соттасын. Қалай болғанда да бұрынғы өміріме қайта орала алмаймын. Онда тек күртешеңді қайтаруға және тағы бір рет рахмет айтуға келдім. Дәл сол сәтте бөлме жақтан темір кесенің жерге құлаған даусы тарс етіп естілді. Күләш апа өңі қудай болып есік аузында тұр екен. Дірілдеген қолымен босағаға сүйеніп қалған. Көзінен жас парлап, дәліздегі титықтап тұрған ер адамға телміре қарап тұрды. Марат орнында қатып қалды. Тар дәліздің ауасы кенет қоюланып, ауырлап кеткендей болды. Апа, деді ол өз көзіне өзі сенбей. Бір қадам алға басты. Батпаққа былғанған етегінен линолеумға дымқыл іздер қалды. Апа, сіз мұнда қайдан жүрсіз? Күләш апа булығып барып жылап жіберді де өзін ұстай алмай оның мойнына асыла кетті. Аурудан қисайған қолдары кір басқан күртешеден тас қылып ұстап алды. Бетін ұлының қырылмаған бетіне басып, еңіреп жылады. Шашынан сипап тұрып, қайта-қайта, Маратжаным, құлыным, тірі екенсің ғой, деп қайталай берді. Марат та оны абайлап құшақтады. Сынып кетердей нәзік денесін қысып алудан қорықты. Көзін жұмып бала күнінен таныс жүннің иісін терең жұтты. Сол сәтте өмірдің тепкісін көрген, жан-жақтан қыспаққа түскен ер адам қайтадан анасының құшағынан жұбаныш тапқан кішкентай балаға айналғандай болды. Айгүл олардың жанында үнсіз тұрды. Ыстық жас бетінен сырғып жатты. Бір кезде екіге айрылған тағдырдың жыртылған тұсы дәл қазір оның көз алдында қайта жалғанып жатқандай еді. Біраз уақыттан бері сабасына түсіп, Марат жуынып, Ержанның таза фланель көйлегін киіп алды. Ас үйде отырып ыстық шайды сіміріп ішіп отырды. Сол кезде Айгүл оған нық үнмен, сен ешқайда барып берілмейсің, деді. Бүгін бәрі аяқталады. Марат таңырқай қарады, кесесін үстелге қойды. Не айтып отырсың, Айгүл? Болат бүгін кешке автокәсіпорындағы ұрланған заттарды сатып жібереді. Айгүл қабырғаға сағатқа қарады. Сағат 8:30 болды. Уақыт келді. Мен оның гаражын тауып алдым. Қазір құқық қорғау қызметкерлері аңду ұйымдастырып қойған. Самат Нұрпейісов өзі ұстайды. Мараттың өңі бозарып кетті. Қолдары еріксіз жұдырыққа түйілді. Сен Болатты аңдыдың ба? Өзің жалғыз ба? Қолыңда сәбиің бар кезде? Оның даусынан таңданыс та, қорқыныш та, құрмет те қатар сезілді. Айгүл, егер ол байқап қалғанда не боларын түсінесің бе? Ол ештеңеден тайынбайтын адам. Байқамады, деді Айгүл қысқа ғана. Енді жинал. Мұны өз көзіңмен көруің керек. Әділдіктің орнағанын көруің керек. Қайда барамыз? Бос жатқан алаңға. Теміржол үйіндісінің ар жағына. Мені көрген бірінші қызметкер ұстап алады ғой. Самат бәрін біледі. Бұл істің саған қатысы бар екенін ескерткенмін, деді Айгүл сенімді түрде. Шын мәнінде олай болмағанымен
Маратты көндірудің басқа жолы жоқ еді. Айналып өтеміз, үйіндінің тасасына тығыламыз. Ол жерден барлық гараж алақандағыдай көрінеді. Сен мойныңнан қара күйе жуылған сәтті көруге тиіссің. Ылғал жел бетке қар аралас мұз түйіршіктерін ұрып тұрды. Олар ыстық теріге тиісімен еріп кететін. Айгүл мен Марат теміржол үйіндісінің бойымен абайлап жүріп келеді. Ірі қиыршық тастардың үстімен дыбыс шығармай басуға тырысты. Ауада мазуттың, дымқыл темірдің және көмір түтінінің ащы иісі сезіліп тұрды. Үлкен өндіріс аймағы кешкі қараңғылыққа батып бара жатқан. Марат алда келе жатты. Ол бейсаналы түрде Айгүлді өткір желден қалқалап келеді. Үстінде Ержанның ескі жұмыс күртешесі бар. Қараңғылық қоюланған сайын Айгүлге алдындағы адамның бейнесі Ержанға көбірек ұқсай түскендей көрінді. Бірақ бұл сезім оны қорқытқан жоқ. Керісінше бойына күш берді. Ержанның өзі олардың әділдік орнайтындай жерге бастап бара жатқандай еді. Міне осы жер, деді Айгүл, оның жеңінен ұстап. Қалың, қураған түйе тікен өскен жерді көрсетті. Осы жерден бүкіл кооператив көрінеді. 47-ші гараж дәл алдымызда. Екеуі тот басқан ескі темір арбаның қаңқасының тасасына тізерлей отырды. Мұздай жер шалбар арқылы денедегі жылуды сорып жатты. Бірақ Марат оны сезбегендей болды. Оның қара көздері төмендегі жасыл бояуы сыдырылып кеткен гараж қақпасына қадалған. Аралары 40 метрдей ғана еді. Жақ сүйектері түйіліп, бет бұлшық еттері дірілдеп тұрды. Өйткені дәл сол қақпаның ар жағында оның өмірін ойрандаған шындық жасырылып жатқан еді. Анасының көз жасы да темір тордың ар жағындағы азапты түндер де сол жерден басталған. Тыныш, деді ол кенет алға еңкейіп. Келіп қалды. Топырақ жол жақтан екі сары жарық көрінді. Қара жеңіл көлік ауыр қозғалып шұңқырларға шайқала отырып гараждар аумағына кірді. Артынша моторы тарсылдаған шие түстес жеңіл көлік келді. Оның ішінде Болат Сейітов отырған. Айгүл бірден таныды. Екі көлік 47-ші гараждың алдына келіп тоқтады. Шамдары сөндірілді. Ақбұлақ қаласын өлі тыныштық басты. Тек дымқыл қардың сыбдыры мен алыстан естілген иттердің үрген даусы ғана құлаққа жететін. Жеңіл көліктен Болат түсті. Қараңғының өзінде оның мазасызданып тұрғаны байқалатын. Біресе артына қарайды, біресе жағасын түзейді. Бір орында тұра алмайды. Қара жеңіл көліктен сапалы былғары пальто киген екі ер адам шықты. Біреуі темекі тұтатып, алақанымен желден қалқалады. Сосын шыдамсыздана Болатқа «гаражды аш» деген ишара жасады. Болат қалтасынан ауыр кілттер шоғын шығарды. Суық ауада темірдің сыңғыры ерекше анық естілді. Ол құлыппен біраз әуреленді. Ақыры құлып сарт етіп ашылды. Қақпа ұзақ сықырлап барып қозғалды. Қараңғы әрі дымқыл гараждың іші көрінді. Айгүл демін ішіне тартып қалды. Жүрегі кеудесін ұрып құлағына дейін естіліп тұрды. Самат қайда? Әлде ол сенбеді ме? Әлде бәрін бос сөз деп ойлады ма? Егер дәл қазір ешкім келмесе, мына адамдар мемлекеттік мүліктің бәрін тиеп алып, содан кейін оларды табу мүмкін болмай қалуы ықтимал еді. Болат Сейітов гараждың ішіне кіріп кеткенде бір сәттен соң қалта шамын жақты. Сарғыш сәуле қатар-қатар тізелген тапшы автокөлік шиналарын жарыққа шығарды. Сатып алушылар да оның соңынан кіріп, риза кейіппен өзара күбірлесе бастады. Солардың бірі пальтосының ішкі қалтасынан қалың қағаз конверт алып шықты. Дәл сол мезетте түн тыныштығы қақ айырылды. Айгүл бос тұрған деп ойлаған көрші гараждан құқық қорғау қызметкерлері қараңғылықтан суырылып шыққан көлеңкелердей лап қойды. Көшпелі прожекторлардың қуатты жарығы қылмыскерлердің адырап қалған жүздерін, ұрланған шиналардың үйіндісін және ақша толы конвертті ұстап тұрған қолды айқын көрсетіп жіберді. Орнынан қозғалма, құқық қорғау қызметі, қолдарыңды көліктің үстіне қойыңдар. Самат Нұрпейісовтің дауыс күшейткіш арқылы шыққан өктем үні тыныштықты тас-талқан етті. Барлығы санаулы секунд ішінде болды. Тұзаққа түскенін түсінген сатып алушылар қара жеңіл көлікке қарай ұмтылғанымен, жедел топ қызметкерлері оларды мұз қатқан жерге сұлатып түсірді. Болат Сейітов гараж қақпасының жанында сілейіп тұрып қалды.
қолынан қалта жамы түсіп кетіп, кедір-бұдыр бетонмен домалап бара жатты. Оның жарығы қымбат аяқ киімін кезек-кезек сәулелендіріп тұрды. Өзін бәрінен ақылды санайтын, шалқып өмір сүрген адам бір сәтте дәрменсіз, үрейлі пендеге айналып шыға келді. Ол кейін шегінді, жерде жатқан темірге сүрініп кетті де, лайлы шалшыққа ішінен сылқ етіп құлады. Самат Нұрпейісов: жолдас, бір қателік кетті. Менің бұған қатысым жоқ, деп жіңішке дауыспен безектей бастады. Самат Нұрпейісов оның қолына кісен салды. Қателігіңді бөлімшеде айтып бересің. Болат. Куәгерлер мемлекеттік мүліктің табылғанын және ақша беру әрекетін тіркеңдер. Бұл аса ірі көлемдегі ұрлық, аса ірі көлемдегі қылмыс туралы сөзді естігенде Болаттың аяқтары дірілдеп кетті. Тізесі бүгілді. Екі қызметкер оны сүйемелдеуге мәжбүр болды. Әлгі менмендік те, тәкаппарлық та, қарапайым адамдарды менсінбеу де сол жерде жоқ болып кеткендей еді. Үйіндінің үстінен бақылап отырған Марат ауыр күрсінді. Айгүл оның иығының босап кеткенін, түйіліп тұрған жұдырықтарының жазылғанын байқады. Айлар бойы жанын жаншыған, көзге көрінбес ауыр жүк дәл осы сәтте қирап түскендей болды. Бітті, деді Айгүл жай ғана оның иығына қолын қойып. Шындық біздің жақта. Марат, енді Саматқа баруымыз керек. Марат оған ұзақ қарады, көзінде жас жылтырап тұрды. Бірақ бұл жолы ол жасын жасыруға тырыспады. Ол жан азабынан арылған адамның көз жасы еді. Барайық, деді ол қарлығыңқы үнмен. Енді атымды ақтайтын уақыт келді. Екеуі еңіспен төмен түсе бастады. Қураған шөп аяқ астында сатырлай сынатын. Гараждарға 10 шақты метр қалғанда қызметкерлердің бірі оларды байқап қалып қаруын көтерді. Тоқта, кім келе жатыр? Самат Нұрпейісов бұрылып қарады. Прожектордың жарығынан көзін сығырайтты. Айгүл алға шығып, бос қолдарын көтерді. Самат, бұл менмін, Айгүлмін. Ал мынау, өмірін анау адам құртуға тырысқан жан. Ол жеркене қарап Болат жаққа ишара жасады. Марат өз еркімен келді. Самат Нұрпейісов қаруын түсіріп, ескі жұмыс күртешесін киген еңселі ер адамға мұқият көз тастады. Болат Сейітов Мараттың атын естігенде басын жұлып алғандай көтерді. Жүзін шынайы қорқыныш жайлады. Ол Марат батпақтың арасында қаза тапқан шығар деп сенген еді. Демек сен осында екенсің ғой, деді Самат Нұрпейісов ойлана сөйлеп. Ержанға өте қатты ұқсайды екенсің. Енді Айгүлдің неге сені қорғауға барын салғанын түсіндім. Ол сәл үнсіз қалды. Марат, біз заң бойынша бәрін рәсімдейміз. Бірақ бүгін ашылған жайттарды ескерсек, сенің ісің қайта қаралады. Ұрлықтың шын ұйымдастырушысы анықталды. Қайрат та көп ұзамай бәрін мойындайды. Ал қашып кеткеніне қатысты жағдайда сот әділ бағалайды. Марат үнсіз ғана қолдарын алға созды. Ол заң талабы ғана еді. Бірақ енді суық кісеннен қорықпады. Өйткені артында Айгүлдің сенімі, анасының мейірімі және жаңа өмір күтіп тұрғанын білетін. Қыс мол қарлы болды. Ақ ұлпа қала көшелерін, ескі үйлердің шатырларын, алма ағаштарының бұтақтарын аппақ көрпеге орады. Күңгірт өндірістік қалашық ертегідегі мекенге ұқсап кеткендей еді. Бірінші қабаттағы шағын пәтерден қылқан жапырақтың, мандариннің және ыстық бәліштің иісі аңқып тұрды. Ескі пештің қызуы бөлмені жайлы жылуға бөлеген. Айгүл терезенің алдында тұрды. Бу басқан әйнекті сүлгімен сүртіп қойып, сыртқа көз тастады. Аулада таймас қардың ішінде ойнап жүр. Ал оған қар лақтырып жүрген еңселі ер адам Марат еді. Үстінде сапалы тон бар. Ол қарқылдап күліп, басын аспанға қарай шалқайтады. Бұл күлкіде бұрынғы қорқыныштың да, жалғыздықтың да ізі қалмаған еді. Бір кездері тағдыр тәлкегіне түскен адам енді еркін тыныстап, жаңа өмірге қадам басқан болатын. Болат Сейітовтың соты бүкіл өңірге мәлім болды. Мемлекеттік мүлікті аса әрі көлемде жымқыру, жалған жала жабу және құжаттарды қолдан жасау баптары бойынша оған 12 жыл қатаң тәртіптегі жаза тағайындалып, барлық мүлкі тәркіленді. Аудандық партия комитетіндегі қайын атасының байланыстары да көмектесе алмады. Самат Нұрпейісов істі соңына дейін асқан табандылықпен жеткізді. Қайрат қоймашы жағдайдың қиындағанын түсінген бойда алғашқы тергеудің өзінде
бәрін жайып салды. Маратқа тағылған барлық айып алынып тасталды. Сот оның жазықсыз сотталғанын, өз еркімен келіп берілгенін және ірі ұрлық тізбегін әшкерелеуге көмектескенін ескерді. Қамаудан қашқаны үшін оған 2 жыл шартты жаза берілді. Еден сықырлап кетті. Ас үйге киіз шәркейін сүйретіп Күләш апа кірді. Оның еңсесі бұрынғыдан сәл тіктелгендей көрінетін. Көздерінде де тыныштықтың жылы шуағы пайда болған еді. Қолында 1 жасқа толған Дәулетжан бар. Бала кепкен нанды ынтамен мүжіп отыр. Айгүл қызым, ана жаққа қарашы, деді Күләш апа терезеге қарап. Ол аулада күліп жүрген Маратты меңзеді. Ержаннан аумайды. Таңертең оянған сайын Алла тағаланың маған қартайған шағымда осындай нығмет бергеніне әлі де сене алмаймын. Ұлымды қайтарды. Аяулы келін сыйлады. Немере көрсетті. Айгүл жымиып ауырлап қалған Дәулетжанды қолына алды. Бала томпиған саусақтарымен оның көйлегінің жағасына жармасты. Бәрі жақсы болады, Күләш апа, деді ол ұлының жұмсақ маңдайына бетін тигізіп. Ең бастысы, енді бәріміз біргеміз. Сол сәтте сыртқы есік ашылып, ішке Аяздың лебі енді, артынша беті қызарған Марат көрінді. Ол қар басқан пимасын шешіп, тонын ілгішке ілді де тоңған қолдарын сықылай бастады. Үстінен қардың, қыстың және таза ауаның иісі аңқып тұрды. Бүгінгі ауа райы қандай тамаша, деді ол көңілді үнмен. Ас үйге бас сұққан кезде көзі Айгүл мен Дәулетжанға түсті. Сол мезетте жүзі жұмсарып сала берді. Марат жақындап келіп, Айгүлдің бетін суықтан тоңып қалған саусағымен жай ғана сипады. Өткен 1 жыл ішінде олардың қарым-қатынасы асықпай қалыптасты. Айгүл ұзақ уақыт бойы оның бойынан марқұм Ержанның елесін көретін. Ал Марат болса, ағасының жесіріне сезімін білдіруге жүрексінетін. Бірақ бірге ішкен шайлар, ортақ қамқорлық, Дәулетжанға деген сүйіспеншілік пен бір-біріне деген құрмет уақыт өте келе терең махаббатқа айналды. Айгүл, деді Марат сәл толқып. Ол жейдесінің қалтасынан шағын қорапша шығарды. Жұмысыма қайта қабылдандым. Аллаға шүкір. 6-шы дәрежелі слесарь болып еңбек етіп жүрмін. Қорапшаны ашқанда жұқа алтын сақина көрінді. Үстінде кішкентай ғана қызыл тас жарқырап тұрды. Ержанның орнын ешкім баса алмайды. Менің де ондай ойым жоқ. Ол менің туған ағам еді. Бірақ мен саған бір уәде беремін. Дәулетжан ешқашан жетім болып өспейді. Ал сен енді ешқашан жалғыз қалмайсың. Маған тұрмысқа шықшы, Айгүл. Ас үй іші тынышталып қалды. Күләш апа толқып кетіп, көз жасын білдірмеу үшін терезеге бұрылды. Айгүл Сақинаға, Мараттың еңбекпен шыңдалған қолдарына, жүзіндегі майда әжімдерге қарады. Сол қорқынышты түнді есіне алды. Өз басының қамын ойламай, оның босануына көмектескен адам да осы еді. Ағасының бар екенін кеш біліп, жан дүниесі күйреген жан да осы болатын. Тағдыр олардың өмірін бір-бірінен ажырамайтындай етіп байланыстырған еді. Ең бастысы, Айгүл енді оның бойынан Ержанды көрмейтін. Алдында өз тағдыры, өз жүрегі, өз мінезі бар Марат тұрды. Сенімді, адал, әрі мейірімді азамат. Келсемін, деді ақырын ғана. Бетінен қуаныш жасы сырғып түсті. Марат дірілдеген саусақтарымен Сақинаны оның қолына тақты. Содан кейін Айгүл де екеуінің ортасында тұрған Дәулетжанды да құшағына басты. Дәл сол сәтте қабырғадағы ескі сағат 12-ні соқты. Бір кездері тас талқаны шыққан өмір қайтадан қалпына келді. Тіпті бұрынғыдан да берік бола түсті. Ал Ержанның рухы болса, отбасының аман екенін біліп, тыныштық тапқандай еді. Оның жақындары сенімді адамның жанында қалды. Тағдырдың жолдары сан тарау болғанымен, кейде дәл сондай күрделі жолдардың тоғысында шынайы бақыт дүниеге келеді. Құрметті тыңдарман, Айгүл мен Мараттың оқиғасы сіздің жүрегіңізден орын алды ма? Осындай ауыр сынақтардан кейін туған махаббат шынайы болады деп ойлайсыз ба? Пікіріңізбен бөлісіңіз. Егер әңгіме ұнаса, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі әңгімеде жолыққанша сау болыңыздар.